Саламатсыздар ма, менің тыңдармандарым? Тыңдайтын әңгімелеріңіз «Тағдыр тоғыстырған екі жүрек» өте әсерлі әңгіме. Соңына дейін тыңдаңыздар. Ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп қойыңыздар. Тағдыр тоғыстырған екі жүрек. Айжанның өмірі сырттай қарағанда мінсіз сияқты көрінетін. Жақсы жұмысы, сүйікті достары бар еді. Бірақ жүрегі әлдеқашан жараланған. 3 жыл бұрын ол шынайы махаббат деп сенген адамның опасыздығынан кейін ешкімге сенуден қалған. Оның жанында махаббатқа орын жоқтай көрінетін. Бір күні демалыс алып, кітап оқуға қаладағы тыныш кафелердің біріне барды. Терезе жанындағы үстелге отырып, сүйікті романын парақтай бастады. Сол кезде қасына бейтаныс жігіт келіп жайғасты. Оның қолында дәл сондай кітап бар еді. Ол Айжанға жылы жүзбен қарап, «Бұл кітап сізге ұнайды деп ойлаймын, өте әсерлі» деді. Айжан жігіттің сөздеріне күлімсірей жауап берді. «Әзірге өте қызық, бірақ соңында не болатынын әлі білмеймін. Егер айтсам сізге қызықсыз болып қалар», деп жігіт күліп жауап қатты. Осылайша екеуі кітап жайлы әңгімеден бастап, басқа тақырыптарға көшті. Жігіт өзін Әли деп таныстырды. Ол әзілқой, жылы шырайлы, әрі ашық адам екен. Әлидің әңгімелері Айжанның көңілін көтеріп, бұрынғы мұңын уақытша ұмыттырғандай болды. Кездейсоқтық па, әлде тағдырдың сыйы ма, бірақ олар кейінгі күндері де бірнеше рет жолығып жүрді. Әли әрдайым оған жақын болуға тырысып, қолдау білдіріп отырды. Бірде кешкі серуен кезінде Айжан өз өмірінің ауыр сәттерімен бөлісті. «Мен махаббатқа сенуден қалғанмын. Бұрын біреуге жүрегімді сеніп тапсырдым, бірақ ол оны жаралады. Сол күннен бастап ешкімге сенуге қорқамын». Әли оның сөздерін мұқият тыңдап, сәл ойланғаннан кейін, «Мен сені түсінемін, Айжан. Әр жараның жазылу үшін уақыт керек. Бірақ сенің жүрегіңде махаббатқа орын қалды деп сенемін. Оны қайта ашуға қорықпа». Айжан бұл сөздерді ұзақ ойлап жүрді. Әлидің әр әрекеті шынайы еді. Ол Айжанға қысым көрсетпеді. Керісінше, оған еркіндік пен сенім сыйлады. Бір күні Әли оны тауға серуенге шақырды. Олар биік шыңға көтеріліп, күннің батуын тамашалады. Сол сәтте Әли Айжанға бұрылып, «Айжан, сен менің өміріме жарық әкелдің. Сенің жүрегіңдегі жараны көремін, бірақ оны бірге жазып, өмірді жаңа парақтан бастағымыз келеді. Мен сені әрқашан бақытты еткім келеді. Менімен бірге болуға дайынсың ба?» деді. Айжан көзіне жас алып, жүрегін жылып кеткенін сезді. Ол Әлиге сенуге дайын екенін түсінді. «Сен менің сенімімді қайта ояттың. Мен дайынмын» деп күлімсіреді. Осылайша екі жүрек қайта соқты. Айжан мен Әли махаббаттың шынайы күшін сезініп, өмір жолында бірге жүруді таңдады.